Ассаламуалейкум, қазақ елі. Мен қазір Жаркенттемін, алхамдулилла. Күн ашып тұр, күн жып-жылы. Алхамдулилла. Кеше салқын болған, бүгін жылды. Мен не айтайын деген, маған дайректке, жалпы комментке, Facebook, мессенджерге, контактіге көп жерге жазады да халық. И көбіне мынандай сұрақтар келеді да. Аға, мынандай сүреде, мынандай аятта не деп айтылды деген сияқты нәрселер айтады. Немесе осындай сөздер Құранда бар ма деп айтылады. Түсінікті, мен енді білгенімше жауап берем. Бірақ мен бәрін айтатыным, қыздар, жігіттер, бауырлар, ағалар, апалар, алдарыңызда Құран бар ғой. Сол Құранға қараңыздар. Қазақша Құран аудармасы бар. Соны оқыңыздар. Егер де сіздің әкеңіз сізге хат жазатын болса, сол хатты мысалы іздеп жүріп оқисыз ғой. Іздеп жүріп оқимыз ғой сол хатты. Анамыз жазса. Ал бүкіл әлемді жаратқан сол әкеңізді, шешеңізді жаратқан Алла тағала бізге хат түрінде, хат сияқты бізге кітап түсірді. Ол Құран. Сол Құранды біз неге ашып қарамаймыз, неге оқымаймыз? Бізде сұрақ көп та. Сұрақ, түсінікті, сұрақ жауап. Мен жауап беруге тырысам, жауап берем де. Проблем жоқ одан. Просто мен айтайын деген, сол кітапты неге ашпайсыздар? Ол Құран тұрды сөреде. Көп үйге барам, мысалы, мен көп бауырларға кітап сыйлаймын, Құран сыйлаймын ғой. Сол кезде бір жыл болған сыйлаған Құранды барып, ана досымның үйіне барған кезде қарайым, ана кітап ашылмаған да әлі. Қынжылам да. Ол кітапты не үшін бердім мен, мысалы, деймін да. Оқу үшін ғой, ол жай кітап емес, ол Лев Толстойдың «Война и мир» емес, Анна Каренина кітап емес, ол Құран. Аудармасы, қазақшасы, орысшасы, орысша білмесін, қазақша, орысша, әйтеуір не бір тілде бар ғой. Соны оқып саңыздар, тәпсірлері бар, түсіндірмелері бар. Тем более қазіргі таңда жақсы аудармалар шықты да Құранның. Әдемі қазіргі тілге жатық. Азамат Қадыров деген ағамыз бар, соның адамдары аударған, жақсы аударған. Орысшадан қазақшаға емес, тікелей арабшадан қазақшаға аударған Құран. Хадистер кітаптар өте көп. Бұхари, Муслимнің кітаптары бар. Қазақша толып жатыр. Мешіттің алдына барсаңыздар, көптеген дүңгіршектерде, дүкендерде сатады. Соны оқысаңыздар деп мен шақырамын. Одан кейін имамдар бар, мешіттер бар. Мешітке барыңыздар. Сұрақ көбінесе сол кісілерге қойыңыздар. Олар қайткенмен де білімді адамдар ғой. Сол осы дінмен жүрген адамдар. Сол себепті барлықтарыңызға үндеуім, Құранды ашып бір оқыңыздар тәпсірмен. Иншалла. Ассаламу алейкум.